Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Сүйікті пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам 571 жылдың 20 сәуірі дүйсенбі күні Меккеде дүниеге келді. Әкесі Абдулла, анасы Әмина. Пайғамбарымыз туылмай тұрып, әкесі ауырып көз жұмған. Сондықтан ол әкесін көре алмаған еді. 4 жасына дейін сүт анасы Халиманың, одан кейін 2 жыл өз анасы Әминаның қолында өсті. 6 жасында анасы Әминадан да айырылып, атасы Абдул-Мутталибтің тәрбиесінде болды. Атасы өлер алдында әкесінің бауыры Әбу-Талибтің үйін паналауды өсиет етті. 25 жасқа келгенде Хазіреті Хадиша анамызбен шаңырақ көтерді. Ол кезде Хадиша анамыздың жасы 40-та еді. Пайғамбарымыз 40 жасқа жақындағанда елден жырақ кетіп, жаратылыстың тылсым құпияларына оңашада ой жіберуге құмартты. Ара тұра Хира тауындағы үңгірге барып тұруды әдетке айналдырды. Мұхаммед пайғамбар 40 жасқа толғанда 610 жылдың Рамазан айында Жәбірейіл періште арқылы уахи жолымен ең алғашқы оқы, жаратушы Раббыңның атымен оқы деген аяттар түсті. Осы күннен бастап жаратушы тарапынан оған пайғамбарлық міндет жүктелді. Біздер пайғамбарымыз арқылы ұлы жаратушыны қатесіз танып, оның тура жолын түсіндік. Ақ пен қараны ажыратып, жұмақ пен тозақты білдік. Ақыреттің сырларына үңіліп, небір тылсым дүниелерден хабардар болдық. Адамдық борышымыз бен асыл міндетімізді аңғарып, дүниенің мәні мен жаратылыстың мағынасын ұқтық. Ендеше пайғамбарымыздың дүниеге келуі адамзат үшін зор қуаныш, ұлы иеміздің құлдарына жасаған ұлы жақсылығы. Ол жай адам емес, адамзатқа әр нәрседе үлгі болуы үшін жер бетіне жіберілген Аллах тағаланың арнайы елшісі. Иә, пайғамбарымыз керемет ұстаз, тамаша тәрбиеші. Оның теңдессіз ұстаздығы мен тәрбиешілігінің алдында бүкіл әлем бас иет. Пайғамбарымызға дейін араб түбегінің жағдайы мүшкіл еді. Айтуға ауыз бармайтын жаман әдеттер мен іс-қылықтарға, зұлымдық пен рухани азғындыққа тұншығып жатқан еді. Міне, пайғамбарымыз сол қараңғы қоғамды бар жоғы 23 жыл ішінде тәрбиелеп, жетілдіріп, әлемге үлгі болар қоғамға айналдырды. Хазіреті Әбу Бәкір, Омар, Осман және Хазіреті Әли секілді, Алла ол кісілерден разы болсын, жұлдыздай жарықта биік, сансыз тұлғаларды жетілдіріп, ғаламға кәміл адамның үлгісін көрсетті. Тайпа-тайпаға жүктеліп, бір-бірімен қырық пышақ болып қырқысып, бітпейтін қан дауына бой алдырған бұл қоғамда нағыз бауырмашылдық пен ағайындықтың бейбіт туы желбіреді. Бір-бірінің мал-мүлкін талан-таражға салған бұл қоғам оның арқасында бір-біріне «Бауырым, сен аш жүргенде менің бұл жүрісім қалай?» деп мал-мүлкінің жартысын шын көңілмен бөліп беретіндей шынайы бауырға айналды. Қоғамның денесіне бойлап, қанына сіңген адамгершілікке жат әдет-ғұрыптарды қамырдан қыл суырғандай тамырына балта шауып жоқ етті. Міне, пайғамбарымыз осындай тәрбиеші, осындай ұстаз еді. Адамдар сізге ала көзбен қарап, ата-бабамыздың осы уақытқа дейін табынып келген пұттарына қарсы шығатын мынау қайдан шықты деп бетіңізге түкірсе, Әбдімүтәліптің жетімінен басқа пайғамбарлыққа адам табылмай қалып па деп жаныңызға бататын ауыр сөз айтып, қорласа, көпшілік арасында сиқыршы,
көз байлаушы деп келекетіп мысқылдаса, елмен араласуға қатаң тыйым салып, сауда-саттық, жалпы қарым-қатынасты үзіп, бойкот жариялап, аш қалдырса, аштықтың ауыртпалығы соншалық айлар бойы нәр татпаған достарыңыз аштықтан жапырақ жеп жатса, жүретін жолыңызға тікен шашып, бұрыш-бұрышта қолдарына шоқпар алып, сізді аңдыса, сүйікті отаныңызды тастап кетуге, туған туыстан айырылысуға мәжбүр етіп, өлтіруге ант ішсе, барған жеріңізде де тыныштық бермей, әскер жіберіп, жаныңыздан да жақсы көретін достарыңызды өлтірсе, не істер едіңіз? Оларға қалай жауап берер едіңіз? Осылардың бәріне сабыр сақтап, осы іс-әрекеттеріне Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыздай кешіріммен, мейіріммен қарап, Раббым, олардың бұл істерін кешіре көр, олар не істеп жатқандарын білмейді, оларды сен тура жолға сала көр деп, олар үшін ізгі тілек тілеп, жаманшылықтарына жақсылықпен жауап бере аласыз ба? Иә, адамзаттың ардақтысы, пайғамбарымыз олардың барлық зұлымдықтары мен қорлықтарына шыдап, әр түрлі кесірлеріне қарсы сабырды қару етті. Оның қасиетті өмір баянын оқып отырып, еріксіз көзіңізге жас аласыз. Ол алуды емес, беруді, ішіп жеуді емес, ішіп жегізуді ұнататын, киюді емес, өзгені киіндіруді, қуануды емес, басқаны қуантып, жаралы жүректеріне шаттық сыйлауды міндет деп білді. Қысқасы ол өзі үшін емес, өзге үшін ғұмыр кешті. Пайғамбарымыздың нұрлы жүзінде тек туралық қана көрінетін. Мұны байқаған яһуди ғалымы Абдулла ибн Салам пайғамбарымызды бір көргеннен мына жүзде еш жалғандық жоқ деп дереу иман келтірген еді. Адамзат оның мінез құлқына тәнті. Ғасырлар озып, ғылым дамып, мәдениет өркендесе де, күллі адамзат оның бойындағы асқақта, биік қасиеттеріне қайран қалумен келеді. Оның күннен күнге көбейе түскен үмбеті қайталанбас өмір жолын, көркем мінез құлқын қасиетті сүннет деп өнеге етіп ұстануда. Тарихта оның өміріндей ешбір дақ түспеген, таза да пәк, ғибратқа толы екінші бір ғұмыр жоқ. Алла елшісінің дүние салғанына 14 ғасырдан астам уақыт өтсе де, ол барша мұсылманның жүрегінде тірі. Оның мүбәрак есімі әрбір азан мен қаматта үнемі қайталанып, жүрегімізде жаңғыруда. Иә, 14 ғасыр бұрын ғұмыр кешкен Алла Расулының көркемде әсем мінез құлқы әрбір мұсылман баласының аңсарына айналды. Ал адам баласына қыстың күні мұз бетінде бәйшешек сыйлаған Раббымыз надандық дәуірінде Мұхаммед пайғамбарымыздай нұрлы тұлға жетілдіріп, ғаламға рахым сыйлады. Тіліміз бен жүрегімізден терең орын алған «Ла илаха иллалла», Алладан басқа тәңір жоқ сөзінің ажырамас бөлігі болған Мұхаммедур Расулулла, Мұхаммед оның елшісі сөзі иманның ең басты шарты. Олай болса, ұлы жаратушыға шынайы құл, оның сүйікті елшісі Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымызға лайықты үммет болайық. Хақ тағала бәрімізге екі дүниенің бақытын нәсіп етсін.